Құрметті көрермендер, сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде қонақта Аида ханым. Аида ханыммен бүгін жақсылап танысайық, білейік, және де көп сұрақтарымызға жауап алайық. Аида ханым, өзіңізді қысқаша таныстырып жіберсеңіз. Жамбыл қызы Аида, Қызылорда қаласынанмын. Амангел совхозында туылғанмын сол жерде. Өзімнің ауылымызда 43 жастамын. Алланың берген 6 перзентім бар. Қыпшақ еліне келінмін, арғынның қызымын. Өзімнің алтыға толық таныстыратын болсам, психологияға, өзімнің баламның денсаулығына қатысты келдім. Балам 2001 жылы дүниеге келеді, бірақ дүниеге сап-сау болып келеді. Одан кейін біз үйге шығайын деп тұрған кезде кислород жетіспей перинатальный больницаға ауыстырылады бізді. Содан бастап бізге ем жасайды, бірақ бала барлығы жақсы, ұйқысы да жақсы, барлығы жақсы. Бірақ ешқандай диагноз қоя алмайды. 3 жасында Ақсайда, Алматыда ДЦП деген диагноз қойылады. Содан бастап мен іздене бастадым. Не үшін бұл біздің отбасымызға келді, бұндай сынақ. Сап-сау бала бұл да бір Алладан келген белгі ғой деп іздену үстінде басталды басы.